ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Аллах Тағала иман келтіргендерді бекем сөз деген сөз жаңағы періштелердің, қабірдегі періштелердің қоятын сұрақтарына нақты жауап. Сол нақты жауап берумен бекемдейді дейді. Қараңыздаршы. Фил хаяти дуния ва фил ахира. Өмір, тіршілік, дүние тіршілігінде де және ақыретте де. Осы аят түскен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан екен. Назалат фи азабил қабр. Бұл аят қабір азабының бар екендігіне қатысты түскен дейді. Тек мұъминге дейді. Фаиза фаюқалу лаху. Мұъминге айтылады дейді. Мән роббука? Раббың кім деп. Сол кезде ол жауап береді. Робби Аллах. Раббым менің Аллах. Ва набию Мухаммад. Пайғамбарым менің Мұхаммед. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан. Осы аят осыны айтып тұр дейді. Қараңыздар. Бекемдейді деген мәселені. Көрдіңіз ғой? Осындай әдемі бір сәттер бар. Жаңағы қабірге кіргізілген кезде де жаңағы екі періште келеді да, ол сұрайды. Оған бәрібір мұъмин ба, мұъмин емес па, ол өзінің сұрағын қояды. Сол кезде Аллах Тағала бекемдейді мұъминді. Сөйтіп ол нақты жауап бере алады. Иннал мәйита ясиру илал қабри. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, мәйит марқұм қайтыс болғаннан кейін жаңағы қабіріне қойылады ғой дейді. Сол қабіріне қойылып біз кеткеннен кейін фаюджласу ражулус салих. Салихалы адам отырғызылады дейді. Отырғызылады. Фи қабрихи, қабірінде. Ғайра фазиғин вәлә махшуфин. Ол еш қорықпайды және еш үрейленбейді дейді. Алла Тағала бекемдеп тұр. Әйтпесе ана екі періштеден ол қорқуы мүмкін емес ол. Сұрақ қоймай жатып екеуінің түрінен қорқуы мүмкін емес. Алла Тағала бекемдейді де, сөйтіп олар сұрайды. Фима кунта, бірінші сұрақтары. Сен қай жолда болдың? Неде болдың сен? Қай халде болдың сен? Фаяқулу кунту фил ислами. Мен исламда болдым дейді. Ва ма хазар раджул. Анау әлгі кісі кім? Ол сол сұрақты қойған кезде ол біліп жатыр не туралы сұрап жатқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам туралы. Фаяқулу Мухаммад. Ол Мұхаммед қой. Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Алланың елшісі ғой ол. Жаана. Ол бізге келген. Бил байинати мин индилlah. Алла Тағаланың хұзырынан айқын дәлелдермен келген еді. Фасаддақнаху. Біз оны мойындадық. Сол кезде жаңа періштелер хал раайталлах. Сен Алланы көрдің бе дейді. Фаяқулу ма янбағи ли ахадин ан яраллах. Бұл дүниеде ешкім Алла Тағаланы көре алмайды ғой деген. Сосын бір жағдайға қараңыздар. Алланың рахымы, құрмет жамағат. Алланың рахымы. Жаңағы фаюфражу лаху фуржа. Сол қабірде болған кезінде фаюфражу лаху фуржа иля қибалин нар дейді. Сөйтіп оған бір саңылау ашылады. Жаханнамға қарай барады екен жаңа саңылау. Көрдіңіз ғой? Жаханнамға қарай бір саңылауды ашып жібереді дейді Алла Тағала. Аллах етеді. Көреді ананы кәдімгідей. Сонда көрген кезде фаянзуру илейха. Жаханнамға қарайды дейді жаңағы мұъмин. Яхтиму баъдука баъдан. Бір-бірімен арпаласып атқан жаханнам дейді. Қараңыздар. Сумма юқалу. Сосын айтылады дейді оған. Унзур иля ма вақак Аллах. Қараш енді, Раббың сені қай жаққа қарай құтқарып жіберді деп. Сумма юфражу лаху фуржа. Екінші саңылауды ашып жібереді дейді. Иля қибалил жанна. Жәннатқа қарай. Жәннатты көрсетеді. Саңылау жаңағы. Мына жаққа кішкентай болғанмен мынаның бәрі үлкейіп кетеді ғой. Сол саңылауды көрсеткен. Жәннатты көргенде фаянзуру иля захратиха ва мафиха. Оның бүкіл сәніне, оның ішіндегі нәрселерге көз кетіп бара жатыр. Сол кезде жаңа періштелер айтады екен. Фаюқалу лаху хаза мақадука. Мынау сенің орның мәңгі. Мынау сенің мәңгі орның дейді.
сосын мына сөзді айтады: ва юқалу лаху алал яқини кунта. Аллаға деген, пайғамбарға деген, Құранға деген, ақыретке деген нық сенімде өмір сүрдің сен. Ва мутта алейхи, осы сеніммен өлдің. Қараңыздар. Ва алейхи тубасу иншааллаху таала. Алла қаласа, осы сеніммен қайта тірілесің сен. Фаюжлесу раджулу су. Сосын жаман адамда, жаман жолдағы адамда келеді дейді. Оны отырғызады. Фи қабрихи фазиған, махшуфан, үрейленген, қорққан, жоғалған, сана жоғалған, көз жоғалған, түгел нәрсе жоғалып тұр. Фима кунта, қай халде болдың сен? Ла адри, мен білмеймін қай жерде болғанымды, қай жолда болғанымды. Файуқалу лаху ма хазар раджул. Ал анау кісі кім еді? Фаяқулу самиату анху. Тек естігенім болмаса, адамдар ол жайында былай деп айтатын. Соны қайталай салған едім. Қараңыз. Фаюфраджу лаху фуржа. Қараңыздаршы, Алла тағаланың ешкімге әділетсіздік жасамайтындығы. Сөйтіп оған бір саңылау ашылады. Жәннатқа қарай дейді. Соны көрген кезде жәннатты тамашалайды. Сосын бірден жаңағы саңылауды жауып жібереді да: унзур иля ма сарафаллаху анка. Қара, Алла тағала бұны сенен алып қай жаққа қарай жіберетіндігіне дейді. Сөйтіп екінші саңылауды ашып жүрген кезде янзуру иля нар, тозақты көреді дейді саңылаудан. Яхтиму баъдука баъдан, бір-бірін жеп атқан тозақ. Фаюқалу лаху, сөйтіп айтылады: хаза мақадука. Мынау сенің мәңгі орның. Қабірде осыны күтумен боласың. Аля шакки кунта. Сен күмәнмен өмір сүрдің. Сен адамдар айтқан нәрсемен жүрдің. Өзіңде болған жоқ мына Құранмен байланыс. Аналар не дейді, сонымен жүрдің сен. Аля шакки мутта. Күмәнда өлдің сен. Өміріңнің бәрі сол күмәнмен кетті. Ва алейхи тубғасу яумал қиямати иншааллаху таала дейді. Алла қаласа, сен осы күмәнмен тірілесің дейді қиямет күні. Міне. Бұның барлығы хақ, құрметті жамағат. Дүниеде қанша өмір сүрейік, қанша нетейік, бірақ Құран біледі не нәрсені сөйлеу керек екендігін бізге. Өйткені біздің бара жатқан жағымыз сол жақ. Міне. Неге қабір туралы айтылады? Неге өлім сәті туралы айтылады? Себебі Усман радиаллаху анху, кана Усман радиаллаху анху иза вақафа аля қабрин бака дейді. Қараңыздар. Хатта ябулла лихиятаху. Осман радиаллаху анху бір қабірдің қасында тұрып қалса дейді, жылап жіберетін дейді. Қабірдің қасында тұрып қалса, жылап жіберетін дейді. Сөйтіп сақалын су қылатын дейді. Фақила лаху, сонда адамдар тарапынан оған айтылды дейді: тускарул жанна ван нар фала табки ва табки мин хаза. Сенің қасында жәннат туралы айтылады, тозақ туралы айтылады. Сіздің жылағаныңызды көрмеппіз дейді. Бірақ қабірдің қасында неге жылайсыз сіз? Ана мәселелер үлкен сияқты ғой бұдан. Фақола, сонда айтты дейді Осман: инна расулаллахи саллаллаху алейхи салам қола. Расында Аллах тағаланың елшісі былай деп айтқан дейді: иннал қабра, расында қабір, әуәлу мәнзилин мин маназилил ахира. Ақыретке қарай, ақырет баспалдақтарының ең әуелгі баспалдағы дейді бұл. Фаин наджа минху, кімде-кім бұл баспалдақтан құтылса, қараңыздар, фама баъдаху айсару минху, одан кейінгі баспалдақтар бұдан жеңіл болады дейді. Осы жерде шешіледі екен ғой үкім, қабірде шешіледі екен ғой. Ақыретті күтіп жүрмеу деген нәрсе де емес. Қабір ақырет екен ғой, бітті ғой адамға. Үкім шешіледі екен ғой. Ва ин лам янжу, егер де қабір әуелгі баспалдақтан құтылмаса, фама баъдаху ашадду минху дейді. Одан кейінгі баспалдақтар бұдан да қаттырақ болады дейді. Көрдіңіздер ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жәннат көрсетілген, тозақ көрсетілген, қабірдің жағдайлары көрсетілген. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: ма раайту манзаран қат вал қабру афзағу минху. Мен қаншалаған үрейлі көріністерді көрдім дейді. Қаншалаған үрейлі көріністер көрсетілді маған дейді Раббым тарапынан. Бірақ дәл
қабір секілді үрейлі затты көрмедім дейді мен. Сондықтан мәселе, құрметті жамағат, қабірге қалай шығарып салынғандай емес адамдардың. Қабірден кейінгі дастархандар ештеңке шешпейді ол. Мәселе қалай қарсы алады ол жақта. Мункар мен накир біздің қабағымызға қарамайды. Біздің өмірдегі жағдайымызға сөз бар. Сондықтан қалай шығарып салынды емес, қалай қабылданамыз біз. Сол біз үшін уайымда. Сол нәрсені біз ойлау керекпіз. Неге бұл нәрсені айтамыз? Пайғамбарымыз салсам айтады өйткені. Пайғамбарымыз салсам айтады. Аксиру зикра хазимил ләззат. Анау бүкіл ләззаттарды талқандайтын өлімді еске көп алыңдар дейді. Өлімді көп еске алған адамның ақыреті аман болады. Өйткені бұл әуелгі баспалдақ. Әуелгі баспалдақ. Мүмкін сіз сират туралы, таразы туралы деген нәрсе егжей-тегжейлі білмейтін де шығар. Сол проблема емес ол. Әуелгі баспалдақтан өтсең, ар жағын бәрін Алла Тағала өткізеді. Осы нәрсе, құрметті жамағат, мұъминнің шынайы иманына керек нәрсе, жақсылықтарын арттырып істететін нәрсе, жамандықтарын азайтып істеттіретін нәрсе. Осы өлім деген нәрсені еске алуда. Алла Тағала сондықтан айтып отыр, өлім сәтінің жағдайдың қандай екені. Өйткені олардың біреулеріне, Алла Тағаланы мойындамағандардың біреулеріне, хатта иза жаа ахадухумул мауту, олардың біреулеріне өлім келген кезде, Қола роббир жиғуни, өлім келіп атқан кезде, Раббым мені қайтаршы дүниеге деп айтады дейді. Лағалли, мүмкін мен амалу солихан, салиқал амал істермін енді. Өлім сәтінде көз нақты жетеді. Бүкіл ақиқатты мойындайды. Бірақ ол иман деп аталмайды. Иман көрмей тұрып, иман келтіру сол нәрсеге. Раббым мені кері қайтаршы, мүмкін мен салиқал амал істермін деп атқан кезде Алла Тағаланың үкімін қараңыз. Кәлла, әсте сен айтқандай болмайды. Иннаха калиматун, сенің аузыңнан шыққан құр бос сөз. Хуа қайлуха, ал сен оны бір айтушы адам ғанасың. Қарашы қалай, үлде көңіл бөлмейтін нәрсені айтып жатыр да. Ва мин вараихим барзахун иля яуми юбасун. Міне, қайта тірілетін күнге дейін сен енді барзах әлемінде боласың дейді. Сондықтан қабірдегі жағдайлардан баршамыз сақтасын, құрметті жамағат. Алла Тағала қабірдің нығметін ғана көрсетсін баршамызға. Міне, сөйтіп өлім сәтінде нақты ажырап баратқандығына көзі жеткен адам, вәлтаффати сақу биссақ, балтыры балтырына оратылған әлсіздігімізді көрсетіп жатыр Алла Тағала. Еш нәрсе істей алмайсың, аяққа жабысқан, жан суырылып жатыр. Тәкаппарлық сынды, өшті бүкіл нәрсе. Бүкіл нәрсе өшті. Еш нәрсе жоқ. Суырып алып кетті болды, тән қалды. Ана тәнденді бұлай аударсаң да, ол кешегенде айқайлаймайды ол. Қараңыз. Жоқ бітті. Мерзім берілгенге дейін құтырған екен ғой адам. Сол Алла Тағала жаңағы тәубамызды, сондай бір түзелуімізді нәсіп етсін баршамызға. Енді не болады? Балтырға оратылды, жан суырылды. Иля роббика яума изинил масақ. Қараңыздар. Ол күні енді Раббыңа қарай айдаласың дейді. Айдалу деген сөздің өзі қорқынышты. Білесіздер ғой, Сібірге айдалды деген нәрсені білеміз ғой біз. Ит жеккенге айдалыпты деген. Ерік жоқ дейді. Өлім сәтінен бастап Алланы мойындамаған адамдарға ерік деген нәрсе болмайды екен болды. Ол сөзі де тыңдалмайды екен. Ерік жоқ та. Ал мұъминге керісінше одан сайын ашып береді еркін. Жаңағы пайғамбар Алла Тағала Құранда айтқандай, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инналлазина қалу раббуналлах. Әлгі Раббымыз Алла дегендер. Қазір суммастақому. Сосын Құранмен зу болғандар, зу жолмен жүргендер. Татаназзалу алейхимул малаика. Періштелер түседі оларға өлім сәтінде. Қараңыздар. Қандай сөзбен? Алла тахафу. Қауіптенбеңдер, періштелер. Вала тахзану.
Уайымдамаңдар да. Не деген сөздер, субханалла. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Өздеріңе уәде етілген жәннатпен сүйіншіленіңдер дейді. Қараңыз. Өлім сәтінде қандай нәрседе? Қабірде. Сонда мына сөзді тағы айтады. Нахну аулияукум. Періштелерді көрген жоқ қой. Өмірде олар. Сонымен біз сендердің достарыңбыз ғой деп айтады екен. Фил хаяти дуния. Дүние тіршілігінде де біз дос болғанбыз. Сенің тілегіңді тілеген біз арқаңда жүріппіз. Міне бүгін ақыретте де біз сенің досыңбыз дейді. Уалакум фиха ма таштахи анфусукум. Ана сендерге сүйіншіленіп атқан жәннатта көңілдерің не қаласа сол бар дейді. Қараңыздар. Не? Қандай нәрсеге тәбетің болады, соның бәрі бар дейді анда. Уалакум фиха ма таддаун. Сондай-ақ не ойласаңдар да болады дейді о жақта. Не ойласаңдар да болады. Сол беріле қалады дейді сіздерге. Не қандай нәрсені айтып отыр. Міне бұлардың айдалулары басқаша болады. Раббыларына қарай. Ал жаңағы жақтардың айдалуы басқаша болады ол. Айдаудан айдау, ссылкадан ссылка болады дейді. Қабірдің ішінде ол оңай емес ол. Қабірде де жаңа қабір туралы айтылған хадистердің бірінде ол азаптардың болатындығы айтылғанда көптеген. Абшири деп айтады екен, мысалы бір хадисте жаңағы Алла Тағаланы мойындамаған адамдарға байланысты айтылған ескертуде қуана бер, саған сақырлаған су дайындалды. Қуана бер, саған мүңкіген сасық иіс дайындалды. Қуана бер, онымен шектелмейді. Одан басқа неше түрлі бар саған деп. Осы әрбір айдаудан қайта тірілетін күнге дейін ол болады. Сосын қайта тірілетін күні тағы айдалады. Ол күнгі айдалудағы Алла Зумар сүресінде айтады: "Васиқаллазина кафару иля жаханнама зумаро." Сол күні кәпірлер жаханнамға қарай тобырымен айдалады дейді. Хатта иза жауха, жаханнамның қасына келген кезде футихат абуабуха, есіктер ашыла қалады дейді. Вақала лакум хазанатуха. Сонда оларға Алланың ешқандай оларға әділетсіздік жасамағандарын көрсетіп, өздері кінәлі екендерін, соны мойындаулары үшін мынандай сөзді айтады. Тозақтың жаңағы сақшылары: "Алам я'тикум русулун минкум." Өз іштеріңнен елшілер келмеп пе еді? "Ятлуна алейкум аяти раббикум." Сендерге Раббыларының аяттарын оқымап пе еді? "Ва юнзирунакум лиқаа яумикум хаза." Осы күнмен жолығатындарың туралы ескертпеп пе еді дегенде, "Қолу бәлә", жоқ, ескертті, айтты, түгел нәрсе болды деп бастап келатқан кезінде, "Валакин хаққат калиматул ғазаби алал кафирин." Сөйлетпейді ары қарай. Азап деген үкім шешілді сендерге дейді. "Фақилат хулуха абуаба жаханнама холидина фиха. Фалабиса масуал мутакаббирин." Тәкаппарлардың орны қандай жаман еді. Мәңгілікке кіріңдер тозақтың ішіне деп. Одан кейін "Васиқаллазина тақау раббахум илал джаннати зумара." Ал енді Раббыларынан абайлап қорыққандарды періштелер сол күні жәннатқа қарай айдайды дейді. Ана жәннатқа жүгіртіп апарса да суық. Хатта иза жауха. Сөйтіп олар жәннатқа келген кезде, вафутихат абуабуха, есіктері ашылған кезде, вақала лахум хазанатуха, жәннаттың жағдайына қарайтын періштелер айтады дейді: "Саламун алейкум." Қараңдар, сәлем сендерге, типтум, қандай жақсы болған едіңдер сендер. Фадхулуха холидин, мәңгілікке кіріңдер ішіне деген кезде мүминдер қуанғандықтан "Альхамдулилlah, барлық мақтау Аллаға, аллази садақана ваъдаху", бізге өзінің уәдесін, елшісі арқылы берген уәдесін шындыққа шығарды. "Ва аурасанал арада", мына жәннаттың жерін толық бізге мұраландырды.
Натабауау минал джаннати хайсу наша. Қалаған жерімізге бара алады екенбіз жәннаттың ішінде. Фани'ма ажрул амилин. Амал істегендердің сыйы қандай жақсы еді деп осындай сот аяқталып тұрған кезде, ей пайғамбар, сен көресің, ва тарал малаика, бүкіл періштелерді көресің, хаффина мин хаулил арши, аршының айналасында айналып жүргендерін, юсаббихуна бихамди роббихим, раббыларын дәріптеп мақтап жатқандарын, ва қудия байнакум бил хаққи, барлық сот әділдікпен шешілді, ва қила, сот аяқталады мына сөзбен, ва қила алхамдулиллахи роббил аламин дейді. Барлық мақтау әлемдердің Раббысына тән деп айтылады дейді. Міне, осындай нәрсемен айдалуымызды Алла Тағала нәсіп етсін.